Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан рулет және торт дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 600 грамм бауыр қажет болады. Туралған бауырларымызды ет тартқышты майда көзінен өткізіп аламыз. Бауырды құймақ ретінде пісіретін болғандықтан, бір келкі әдемі шығуы үшін екінші рет ет тартқыштан өткізіп аламын. Егер сізде блендер болатын болса, блендермен езіп алсаңыздар болады. Блендермен араластыратын болсаңыз, алдымен жарты сүтті құйып, сосын араластыруыңыз қажет болады. Дайын болған бауырымыздың үстінен 400 грамм сүтімізді құйып араластырып аламыз. Оның үстінен 2 жұмыртқаны салып, дәміне қарай тұз қосып, және қара бұрыш салатын боламыз. Қара бұрышы көптеу болса, бауырымыз дәмдірек болып шығады. Және 3 қасық ұн қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап аламыз. Енді тапамызды қыздырып, май жағып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Біздің құймақтарымыз өте жылдам піседі. Бауырдан жасалған құймақтарымызды пісіріп болғаннан соң, рулеттің арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін тапамызды қыздырып, 100 грамм сұйық май құйып, орташа 3 пиязды турап, қызартып қуырып аламыз. Бір үлкен сәбізді үккіштен өткізіп, пиязымыздың үстіне салып, жұмсарғанша 5 минуттай қуырамыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз қосып, 1 қасық паприканы салып, және қара бұрышты дәміне қарай салатын боламыз. Енді арасына жағатын сарымсақты соусымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге майонез және сарымсақ қажет болады. Енді рулетті дайындауға кірісеміз. Ең алдымен сарымсақты соусымызды жағып аламыз. Келесіде сәбізді салмамызды саламыз. Видеода көрсетілгендей орап, барлық рулеттерімізді дайындап аламыз. Осымен рулеттеріміздің барлығы дайын болды. Келесі кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Бауырдан жасалған тортымызды видеода көрсетілгендей етіп, рет-ретімен жинаймыз. Дәл осылай тортымыздың барлығын жинаймыз. Бұл жерде менде 14 қабат болды. Ең соңында бетін аскөкпен әрлеп, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойған дұрыс болады. Және 1 сағаттан кейін кесіп, ұсына берсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Мақпал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.